Сәлем баршаңызға. Менің есімім Асия. Каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін шарлотта пирогын жасайтын боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Өте дәмді және үйдегі бар өнімнен жасалатын өте оңай пирог. Алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Енді пирогымызды жасауға кірісеміз. Алмамызды тазалап, сыртқы қабығын ашып аламыз. Екінші алмамыздың ортасынан бөліп, ішін тазалап, және де жұқа етіп турап аламыз. Оны бетіне оформлениясына қолданамыз. Төрт бұрышты кубик етіп тураймыз. Осылай жұқа етіп турасаңыздар, оформление жасаған кезде өте әдемі көрінетін болады. Ендігі кезекте ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне шекерімізді қосып, ақ көпіршікке айналғанша жақсылап миксерлейміз. Мінекей ақ көпіршікке айналды. Ендігі кезекте бізге миксердің қажеті жоқ. Лопатканы қолданатын боламыз. Қаймағымызды қазір қосамыз. Және де лопатканың көмегімен осылай сағат тілі бойынша араластырып тұрамыз. Біздің көпіршіп тұрған массамыз жатып қалмас үшін, піскенде де өзінің көлемін жоғалтпас үшін осылай бір келкі етіп араластырамыз. Ұнымызға мен бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, осылай билеп өткізіп, араластырып отырып, массамызды дайындаймыз. Тағы қалған ұнымызды себеміз. Енді жақсылап араластырамыз, бір келкі масса болғанынша. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді туралған алмамызды қосамыз. Жақсылап бір келкі етіп араластырамыз.
Енді алдын ала противенімізді дайындап аламыз. Менікі 20 сантиметрлік. Енді ішіне салмамызды саламыз. Ендігі кезекте жұқа етіп туралған алмамызды осылай әсемдеп салып шығамыз. Енді қызып 180 градуста қызып тұрған пешімізге 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, піскен піспегенін зубочистка немесе шпажка арқылы көрсеңіздер болады. Егерде беті күйіп ортасы піспей жатса, бетін фольгамен орап пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.